Любой адамды 1 секундтың ішінде өлтіріп тастайтын навык. Я достар, бүгінгі видеода мен сендерге осыған арналған навык плюс еще сендерге қалай жасалу керек екенін үйрететін боламын. Білмесең, видеоны толық қара. Free Fire'да бірге ойнайтын досыңа жіберіп қой бауырым. Екеуің бірге үйренсеңдер, тез үйренетін боласыңдар. Бірінші персонаж Хаято. Хаято арқылы сендер қыпыларың азайған сайын басқалардың бронясына урынды өте көп алатын боласыңдар. Айтпақшы бауырым, өзіңе аккаунт таппай жатсаң, не болмаса өзіңнің соска аккаунтыңды сата алмай жатсаң, мен саған өзімнің каналымды ұсынамын. Бұл жақта сендер любой аккаунтты сатып жібере аласыңдар, не болмаса өздеріңе соска аккаунт тауып аласыңдар. Ссылкасы менің профилімде. Екінші персонаж Итан. Егер сендер бір адамды құлататын болсаңдар, не болмаса бір адамға денесіне урон тигізетін болсаңдар, сендерге хп беріп отыратын болады. Үшінші әрі өте маңызды персонаждардың бірі Microchip J. Microchip J. Егер сендер навыктарын қолданатын болсаңдар, не болмаса біреуді құлататын болсаңдар, сендердің оқтарың автоматически оқталып кетеді. Ең соңғы персонажымыз ол бізде Рэй. Неге Рэй десеңдер, Рэй, егер сендер бір адамды құлататын болсаңдар, навыктарың қайттан пайда болады. Сол арқылы сендер мына бакты, тоқтамай адамдарға себесеңдер болады. Навыкты түсіндік, енді бакты жасауды үйретсе деп жатсыңдар, жасалуы өте оңай жіктер. Бірінші атасыңдар, навыкты басасыңдар, екіншісін атасыңдар. Түсіндіңдер ғой, ату, навык, ату. Болды, осы үшеуін басыңдар, тез атасыңдар, бірден екі оқ атады өлтіріп тастайтын болады. Все, давайте достар, бақтарыңа. Даша.